Жаз келіп күн ысығанда шөлімізді басу үшін жақын дүкенге кіріп салқын сусынды сатып аламыз. Алайда ыстық күнде газдандырылған сусынды ішу зиян. Сол себепті шөліңізді басқыңыз келсе, аяулымның кеңесіне зер салыңыздар. Бұл менің емес, енді мамандардың кеңесі. Ыстық күнде шөліңізді басқыңыз келсе, суды не шайды ішкісі келмейтіндер үшін қызанақ шырынын ішу керек екен. Тәтті шырын шөліңізді бірден басады. Кеңестер топтамасын жалғастырамыз. Әсіресе қыздар қауым үшін дастарханды әдемі етіп жаюдың қыр-сырларын келесі материалдан көріңіздер. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, мен сіздермен шұжықтар мен ірімшікті әсемдеу жолдарын көрсетемін. Бірінші мен үлкен шұжығымды алып, жұқалап тураймын. Ыдысымызға әдемілеп тұрып саламыз. Енді келесі шұжықты тураймын. Мына туралған шұжықтың үстіне салам әдемілеп. Ірімшікті үшбұрышты қылып тураймыз. Енді осы ірімшікті шұжығымыздың үстіне мына бос жерге әдемілеп саламыз. Енді қызанақты гүл тәріздес етіп тураймын. Бір тізбекке қойып, ішіне қарай ораймыз. Енді турап алған қызанағымызды мынау ашық тұрған жерге бұрышқа қоямыз. Ендігі кезекте мен ақ желкенмен әсемдеп шығамын. Мінекей, құрметті көрермен, мен әсемдеу жолдарын сіздермен бөліскен болатынмын. Үйлеріңізден қонақ үзілмесін, жақындарыңызды қуанта беріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.